Біріккен ұлттар ұйымы өзінің соңғы баяндамасында энергия мен тыңайтқыш бағасының өсуі жаһандық азық-түлік инфляциясын одан әрі өсіретінін ескертті. Бұл ашаршылықпен күреске кері әсерін тигізбек. Азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі баяндамаға сәйкес әлемдегі аштық деңгейі сәл бәсеңдегенімен 2030 жылға қарай 500 миллионнан астам адам әлі де созылмалы аштықпен бетпе-бет келуі мүмкін. Ауыл шаруашылығын дамытудың халықаралық қорының президенті геологиялық шиеленістер мен тасымал кедергілері, соның ішінде Ирандағы соғыс кезіндегі Ормұз бұғазы төңірегіндегі жағдай тағы 9-дан 18 миллионға дейінгі адамды аштыққа ұшыратуы мүмкін екенін айтты. Қазіргі қақтығыстар, соның ішінде Ресейдің Украинаға басып кіруі, энергия мен шикізат бағасының өсуіне негізгі себеп болып отыр. Бұл әсіресе дизель отынына тәуелді шағын фермерлерге ауыр тиді. Оның үстіне әлемде дұрыс тамақтанудың орташа тәуліктік құны 2021 жылғы $3,44-дан $4,28 дейін өсті. Қазіргі таңда жер шары халқының 3/1 бөлігі дұрыс тамақтануға қаржы таба алмайды. Ал табысы төмен елдерде бұл көрсеткіш 77%-ға жетеді. Африка бұл дағдарыстың ошағына айналып, аш-жалаңаш адамдар саны бойынша Азияны басып озды. 2030 жылға қарай әлемдегі аш халықтың деңгейі 60%-ға жуығы осы құрлықта өмір сүруі мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы бас директоры ашаршылықты жою үшін саяси ерік-жігер мен азық-түлік жүйелерін дағдарысқа төзімді етуге бағытталған тұрақты инвестиция қажет екенін алға тартты.